Армысыздар, әдеп подкастының кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей журналистер Жолдас Өрісбай және Ақсәуле Әлжан, және бүгін біз тағы да бір үлкен құрметті қонағымызбен келіп отырмыз. Жолдас, таныстырып кетесіз бе Халима ханымды? Бүгінгі қонағымыз негізгі спикер деуге болады. Халима Тәжіқұл, білікті журналист, қазақ журналистика қауымдастығында беделі бар, этика мәселелеріне кілең араласатын, қазіргі таңда мынау Мақсұт Нарықбаев университетінде қателеспесем этика бойынша дәріс оқып жүрсіз, көбіне. Қайырлы күн бәріңізге. Мен былтыр берген медиа этикадан, биыл негізінен жаңалықтар журналистикасы, қазақ журналистикасының тарихы. Бірақ жаңалықтар журналистикасында мен көп жағдайда осы этика мәселесін қатар алып жүрем, өйткені мәтін дайындағанда, контент дайындаған кезде, жалпы респондентпен жұмыс істеген кезде этика мәселелерін қалай қолдану керек, SPG-дің жаңағы қағидаларын қалай сақтау керек деген осы мәселені қатар алып жүрем. Біздің адам екенсіз онда, деп айта салайын. Жақсы, бүгінгі жиналып отырған біздің басты себебіміз жақында ғана Хабар телеарнасында Кешірек деген ток-шоуда журналист Алмас Тоғай өзінің қонағына бір видео дайындап соны көрсеткен. Ол видео жаңа қонақтың көз жасына себеп болып, кішкене толқытып, эмоцияға берілді. Неге дейтін болсақ, өйткені ол жерде ол кісі Жасұлан Базарбаев деген қонақтың кішкентай қызына аутизм диагнозы қойылған болса керек, және ол қыз бала әлі сөйлемейтін болса керек. Ал жаңағы журналистер, редакция, Хабар телеарнасы сол қыздың суретінен жасанды интеллекттің көмегімен ол қызды сөйлеп тұрған сияқты видео жасап, дәл сол жерде көрсеткен. Және осы хабар көп адамдарға біртүрлі жаңағы реакция тудырды. Бұл неліктен, бұл қандай сұмдық жағдай деп айтқанда адамдар болды. Этика жағынан бұл қаншалықты дұрыс, қаншалықты орынды дегенде жағдай болды. Неге? Өйткені қазір сіздерге мына кішкентай видеодан үзінді көрсетеміз, содан кейін түсінерсіздер, сосын талқылауымызды ары қарай жалғастырамыз. Бізде бір бейне жазба бар. Сіздің арманыңызды кішігірім орындасақ па дейміз осылай. Экранға назар аударсаңыз. Сәлема кетай, көңіл күйіңіз қалай? Мен бүгін Хабар арнасы арқылы сізге рахмет айтқым келді. Мен сізді қатты жақсы көремін, папау. Сіз супер әнші болмасаңыз да, супер-пупер әкесіз. Айтпақшы, баяғы бір бақтағай психолог коуч болып кеткенде, жарайды, ол маңызды емес. Папау, келе жатқанда тойып алдан мені жақсы көретін тамақтала келші, күтемін. Пока. Екі ұлдан кейін сұрап алған өзіңіздің тәтті қызыңыз әлеуметтік желіде осы фотосуреттеріңізді қарап отырсақ, расымен де мен өзіңізді эфирдің басында айтқанда естідіңіз ғой, супер әке деп. Расымен де супер әке деуге болады ау сізді. Сіз айыпқа бұйырмаңыз, бірақ бұл нәрсені біз әлеуметтік желіде сіз мен осындай бір арманым бар деп айтқан екенсіз, өзіңіз салған екенсіз, содан кейін сол бір әлеуметтік желіге салған арман ойыңызды біз кішігірім осылайша орындасақ па дегеніміз ғой. Жолдас, Халима сіздерге сөз берместен бұрын мен айта кетейін, бүгінгі шығарылымда менде эмоцияға берілуі мүмкін. Өйткені бұл жерде мен тек қана журналистік этика сарапшысы ретінде ғана емес, сонымен бірге ана ретінде де айта аламын. Өйткені дәл сондай жағдай менің де басында бар. Менің 8 жасар ұлым, онда да аутизм диагнозы, және ол да сөйлемейді. Сондықтан мен жаңағы Жасұлан Базарбаевты өте жақсы түсінем. Және арасында мен эмоцияға беріліп айтып кететін болсам, алдын ала кешірім сұраймын. Мен бірінші ремарка қосып жіберейін, сосын Халима толық этикаға қатысты пікір қосса. Бұл жерде кейіннен жаңағы әлеуметтік желілерде талқы болған кезде жаңағы әншінің қызы толық сөйлемейді емес, тілі кешігіп жатыр, біршама сөйлейді деген сияқты аргументтер айтылды. Және бұл жерде жаңағы ешкімге зиян тиген жоқ деген аргумент айтылды. Яғни бұл сюрприз болғанменен Жасұлан Базарбаев бұған ешқандай наразылық тудырған жоқ. Сюжеттен кейін, бағдарламадан кейін, тіпті одан кейін видео жариялап,
былай жаңағы қатты журналистерді сынамаңыздар деген сияқты пікір айтты деді. Мұны да ескере кетейік, бірақ бұған қатысты хабар ресми ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Және бір нюанс тудыратын нәрсе, хабар бұл жерде хабардың Instagram аккаунтында осы эмоция берілген тұсы сол бағдарламадан кесіліп Reels ретінде жарияланған еді. Және оны олар кеше ме, содан бір күн кейін бе, оқиғадан бір күн кейін бе алып тастады. Және оны алып тастау себебін де түсіндірмеген. Яғни олар этика бұзылды, бұзылмады, оны қалай талқылап жатқанын білмейміз әзірге хабарда. Бірақ сол қоғамда талқыдан кейін сол реакция болса керек, олар сол видеоны алып тастаған. Бірақ YouTube-тағы жобасында, толық нұсқасында ол әлі тұрған көрінеді. Бұл негізі ыңғайсыздау кейс болды. Себебі бұндай жағдай хабарда алғаш рет шығып жатқан жоқ, бұған дейін де болған. Ол кезде сол бағдарламаның жауап бас продюсер хабардың қызметкері жұмыстан кеткен болатын. Бұл жолы қандай шешім қабылдайтыны бізге маңызды да емес негізі. Біз негізі бұл жерде медиа этика тұрғысынан ғана талдаймыз. Иә, әкесі әу баста осы бағдарламаға шығатыннан бір 3-4 күн бұрын өзінің инста парақшасында маған осылай не жасап берсеңіздер деген өтініш айтады. Қызымды жасанды интеллект арқылы сөйлетіп, сол дауысын бір естігім келеді, соны кім істей алады деген хабарлама береді, хабарландыру береді, парақшасына жазады. Сол кезде басқа адамдар мен көмектесе аламын деп бірнеше адам өзінің несін ұсынады, қызметін ұсынады. Қызметін ұсынғанда тегін жасап бермекші болады, ұсыныс жасайды. Одан кейін хабар, бірақ ол кезде мүмкін жасап жекесіне жіберген шығар. Ол жерде әке жүре, енді әкесі болғандықтан өзі жекесінде тыңдап көргісі келген шығар. Енді оны біз білмейміз. Оны әкесінен сұрау керек, Жасұлан Базарбаевтың өзінен сұрау керек шығар. Ал бірақ сол сәтті, сол өтішті хабар өздерінше тырнақшаның ішіне өздерін тиімді пайдаландық, біз тосылсый жасадық деп ойласа керек. Сол бағдарламада әп-әдемі көңілді бағдарлама өтіп жатады. Мен бағдарламаның басынан аяғына дейін көріп шықтым, бірақ 32-ші минутқа келген кезде біз сіздің бір арманыңызды орындайық деп едік дейді де, жаңағы видеоны бірден қоя салады. Енді ол кезде әкенің эмоциясы белгілі. Бірақ ол жерде мысалы мені таңғалдырғаны, әкесі оны бір ақпарат құралына жариялайын, сол жерден көрсетейін деп едім деп жазған жоқ инста парақшада. Ол өзі жеке көргісі келген шығар, бірақ соны хабар дүйім жұртқа тікелей эфирде көрсеткені өте ыңғайсыз жағдай, этикаға қайшы, адамгершілікке қайшы. Әрине бұл түрлі пікірталас туғызды. Менің айналамда ерекше баласы бар әріптестерім бар. Мысалы, олардың біреуі әкенің өтінішін орындағанда тұрған ештеңе жоқ, оны неге талдап жатсыздар деп мысалы пост жариялады, ал басқалары қарсылық білдірді. Бұл иллюзия екенін айтып жатты. Бұл жаңа жолдас мырза да айтып отыр ғой, мысалы әріптесіміз, ол бала болашақта сөйлеуде мүмкін да, өйткені оған енді сөйлей алмайды деген диагноз қойылды ма қойылмады ма білмеймін, бірақ әкесі сол неден кейін, видеодан кейін есін жиып, енді басында жаңағы көз жасына ерік береді, содан кейін жарнамалық үзіліске кетеді бағдарлама, содан кейін есін жиғаннан кейін айтады, енді қазір кішкене кейбір сөздерді айтып жүр деген сияқты айтып қалады. Яғни бұл жерде хабар өте өрескел қате жіберді. Біріншіден медиа этика тұрғысынан ол әкенің қалауы болса да, бізде кәсіби журналистер ұйымы бар. Халықаралық кәсіби журналистер ұйымының медиа этика қағидалары бойынша талдайтын болсақ, тіпті ата-анасы рұқсат берген күннің өзінде, ата-анасының қалауы болған күннің өзінде ақпарат құралы оны жарияламауы керек. Иә, кез келген ата-ана, мысалы журналистерден басқа адамдар, ол медиа этика принциптерін білмеуі мүмкін, және ол білуге міндетті емес, бірақ оның алдын алу, оны ата-анаға ескерту, аудиторияға ескерту, осы журналистердің міндеті болатын. Бірақ меніңше хабардағы әріптестеріміздің өзі бұндай этика принципінен хабарсыз болған сияқты. Жолдас, неліктен қандай этикалық принципті бұзып отырғаны туралы айтып кете аламыз ба? Бір ғана қоса кететін жағдай. Мен айтып берейін оны. Жақсы, Халима айтасың. Жаңа мен айттым ғой, халықаралық журналистер, кәсіби журналистер ұйымының кодексі бар. Сол кодекстің 4 негізгі қағидасы бар, принципі бар: шындықты іздеу және жеткізу. Бұл жерде дәл осы принцип бұзылып отыр, өйткені
жаңағы жасанды интеллект арқылы жасалған дауыс ол ерекше баланың өз дауысы емес, оның шынайы дауысы емес. Яғни бұл жерде шындық жасырылып отыр. Шындықты іздеу емес, шындықты жеткізіп жатқан жоқ. Жасанды интеллект арқылы жасалған дауыс берілгендіктен бұл осы бірінші қағиданы бұзады. Сосын және ол жерде ол қыз баланың дауысын кім жазды, сөзін кім жазды, неге дәл сол мәтін таңдап алынды деген мәселе бар да. Және негізі SPG-дің талабы бойынша ол жерде бұл AI арқылы, яғни жасанды интеллект арқылы жасалғаны айтылуы керек дейді. Иә, ол талап орындалды, бірақ қыз әкесі солай алғаш рет тіл қатты деген әсер қалыптасса да, бұл былайша айтқан кезде шындық пен бір эмоционалдық реконструкцияның арасындағы шекараны бұзды деуге болады. Бұл өте этика тұрғыдан этикаға қайшы дүние. Одан кейін зиянды азайту деген мәселе бар. Екінші қағида бойынша мұнда жаңағы бұл кәмелетке толмаған бала, аутизмі бар бала, сосын және қоғамдағы осал топ өкілі. Кәсіби журналистер ұйымы жалпы журналистерге осындай адамдарға бір ерекше сақтықпен қарауды ұсынады негізінен. Иә, бұны әкесі қалады, әкесінің арманы болды, бірақ мен әлгінде айтып өткенімдей, әкесі бұны ақпарат құралы арқылы жариялауды сұраған жоқ, оның арманы хабар арқылы тарату болған жоқ қой. Және егер бағдарламада көрсеңіздер, ол туралы әкесіне алдын ала ескертілмегені де сезіледі, өйткені біз сізге жаңа тосын сый жасайық деп едік, сіздің арманыңызды орындайық деп едік деп журналист айтады. Біздің журналистерде ескермейтін бір нәрсе бар. Журналистің міндеті ақпарат тарату, мәселені қоғам талқысына шығару, бірақ ол біреудің арманын орындау, біреудің мәселесін шешуге болмайды. Журналистер біреуге уәде де бермеу керек. Журналистің міндеті мәселені көтеру, ақпаратты жеткізу, құзырлы органдардың құлағына жеткізу, былайша айтқанда, назарына ұсыну, бірақ ол біреудің арманын орындау немесе жаңағыдай мәселесін шешу біздің міндетімізге кірмейді. Кәсіби журналистер ұйымы осыны бізге қатаң ескертеді. Енді ата-ананың келісімі бар деген факты жаңағы жеткілікті негіз болып саналмайды бұл жерде. Өйткені редакция ең алдымен баланың мүддесін қорғауы керек. Мысалы, ертең ол бала сөйлейтін болса, ертең бала өседі, бой жетеді деген сияқты. Сол жерде ол оны қалай қабылдайды деген мәселе бар, мысалға. Сосын баланың диагнозы эмоциялық контент құралына айналып отыр бұл жерде. Сосын баланың өзін емес, ерекшелігін көрсету арқылы бір аудиторияның эмоциясына әсер ету көзделгендей болды. Бұл тұрғыдан да болса екінші принципке де қайшы келеді. Жақында ғана осыған дейін біз ұқсас тақырып талқылағанбыз, жолдас есіңізде болса, өрт кезінде мерт болған 3 бала туралы айтып едік қой, осыдан 1-2 хабар бұрын. Сол кезде сіздерге қарауға кеңес берем, қымбатты көрермендер, осы жерге сілтемесінде қойып қоярмыз. Жолдас гриф порн деген түсінікті түсіндіріп берді. Ол туралы қазір өзі айта кетер. Бұл жерде менің айтайын деп отқан бір нәрсе, бұған мен көбінесе эмоционалдық зиян ретінде қабылдадым. Негізі журналистиканың бір мақсаттарының бірі ешкімге зиян келтірмеу болатын болса, біз осы видеоны жариялау арқылы кімге пайда келтірдік, кімге зиян келтірдік деген мағына. Бұл видеоның жариялануы ешкімге ешқандай пайда алып келген жоқ, бірақ зиян келді. Өйткені біріншіден зиян ол Жасұлан Базарбаевтың өзіне келді. Жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз, өзі қаласа да, бірақ жұрттың көз алдында өзінің эмоциясын көрсетіп, баласына деген зар, сағыныш ішінде жатқан мұңын жұрттың көз алдына көрсеткісі келмеген шығар. Аутизмі бар баланың анасы ретінде айтарым, бұл әдетте басқа да ата-аналар түсінбеуі мүмкін. Бала дүниеге келген кезде әрбір адамда бір мақсат болады. Бұл бала менің ер жетеді, бой жетеді, ертең жұмыс жасайды, үйленеді, тұрмыс құрады, өзінің жаңағы достары болады деген сияқты бір кәдімгі ішкі сенімің болады. Ол кәдімгі әдеттегі жағдай әрбір баланың, әрбір ата-ананың басындағы. Бірақ аутизм диагнозы қойған кезде және өсе келе ол бала әлі тілі шықпаса, сенің бүкіл жаңағы ол баладан айырылғанмен тепе-тең. Расында да солай. Аутизмі бар балалардың ата-аналары сол диагноз қойылған кезде ол балаларын жоғалтқандай әсерде қалады. Өйткені олардың сол балаға деген үміті, болашағы барлығы төңкеріліп, басқа жаққа түсіп, енді ол мүлдем басқа өмір, мүлдем басқа адам, мүлдем басқа болашақ келеді. Яғни адамдарда мұңаю,
қайғы эмоциясы көп болады осындай балалары бар ата-аналарда, әсіресе жақында диагноз қойылған кезде. Яғни бір үлкен бір ағылшынша айтқанда loss дейді ғой, орысша айтқанда потеря дейді, қазақша қалай айтады білмей отырмын, сондай сезім болады. Және журналистердің осы сезім арқылы, осы эмоцияны көрсету арқылы, өздеріңіз білесіздер, эфирден біреу жылап отырса, эмоциясы көрінсе, соны жылап отырған ер адам болса, ол көрермендерді жаңағы экранға үймелету мүмкін, рейтингін асыру мүмкін, клик көбею мүмкін. Бұл кликбейт үшін жасалып отырған біреудің қайғы мұңын пайдаланып өздеріне кликбейт арқылы рейтингін көтеру үшін жасалып отырған дүние деп түсінем. Тағы бір есіме түсіп отыр, осыдан бірнеше жыл бұрын виртуальная реальность деген естеріңізде болса бір сәнге айналып еді ғой. Сонда Кореяда, оңтүстік Кореяда журналистер баласы қайтыс болған анаға жасанды интеллектімен сол баланың фотосы арқылы сол баланы тірілтіп алып келіп, видеосын жасап, жаңағы анаға көзіне көзілдірікті кигізіп, виртуальный шындықты көрсететін. Ана студияда соны түсірген. Жаңағы ана енді қайтыс болған баласын көрген кезде виртуалды шындықта өзін-өзі ұстай алмай егіліп жылайды. Соны журналистер түсіріп, жариялап жіберген. Жаңағы біз жақсылық жасадық, баласын сағынып жүр, енді осылай өмірде болмаса да осылай көрсінші деген сияқты бағытпен оны алып келді, студияға жаңағы ананың не көріп тұрғанын жариялады. Интернетте бар, қызық болса өздеріңіз гуглдап қарауларыңызға болады. Және студияда сыртынан жаңағы зеленый экранның алдында көзіне очки киіп тұрған суретін жариялады. Сонда осы видео өте үлкен сынға қалды. Бұл дегеніңіз нағыз қайғыдан қан жұтқан ананың эмоциясын құзғын сияқты үймелеп, сосын одан пайда көру деп есептеймін. Және осы аутизмі бар балаларға, дауысы жоқ балаларға дауыс беру, оны күллі жұрттың алдына шығару да дәл сондай құзғын сияқты бір принципті көрсетіп тұрғанын мен тағы да қайталап айтамын, эмоциялы болса кешірім өтінемін, бірақ менің өйтіп айтуға дәл қазір Ақсәуле, сіз өте орынды айтып отырсыз, өйткені жаңағы кәсіби журналистер ұйымының кодексінде үшінші қағида бар. Бұл үшінші қағида қоғамдық мүддеге қызмет етуді талап етеді журналистердің. Мұнда мысалға редакция қандай қоғамдық мүддені жаңағы қандай қоғамдық мүддеге қызмет етіп отыр деген сұрақтың мен жауабын таба алмадым. Бұл бағдарламаны ары қарадым, бері қарадым. Дәл осы 32-ші минуттан кейінгі бір 4-5 минуттық видеоны бірнеше рет қарап шықтым. Мысалы, мен айтқан қағидада, егер олар қандай мақсат көздеді? Олар бір жасанды интеллект технологиясының мүмкіндігін көрсеткісі келді ма? Аутизм туралы ақпараттандырғысы келді ма? Немесе болады ғой, бір ерекше балалардың мәселесін көтергісі келді ма? Егер осындай мақсатпен жасалған болса, онда оның бір қоғамдық маңызы бар деп айтуға болады да. Сосын егер олар, менің ойымша, олар әншіні жылату арқылы бір әсерлі кадр алуды қалаған сияқты. Және әлеуметтік желіде вирус болатын контент жасауды ойлады ма деген сұрақ туындайды да. Онда бұл кәдімгі журналистикадан гөрі бұл шоу элементі басым, бір сондай детальға көшіп кетеміз онда. Яғни SPG кодексі бұл эмоциялық әсер ету үшін адамдарды құрал ретінде пайдаланудан аулақ болуға шақырады, мысалға. Сондықтан да шығар бізде қазір әлеуметтік желіде осы медиа этика бойынша пікір айтып жүрген біраз мамандар, сарапшылар осы сюжетке қарсы болды. Және тағы бір соңғы қағидасын айта кетейін. Бұл журналистің редакцияның жауапкершілігі, яғни жауапкершілік пен ашықтық принципі. Хабар мұның бірде-біреуін сақтаған жоқ. Бұл бағдарлама шыққаннан кейін, қоғамның реакциясынан кейін хабар осы бағдарлама үшін кешірім сұрау керек еді. Бірінші, кешірім сұрау керек еді, ол болған жоқ. Екіншіден, кешірім сұрағаннан кейін, олар мысалы Инста парақшасында сол видеоны алып тастаған. Дәл сол жаңағы шортс дейді ғой, шортс видеосын алып тастаған, қысқа видеоны, оның орнына басқа видео салып қойған. Бірақ сол басқа видеоның астында бір-екі адам пікір білдірген, сіздер неге осы жаңағы ерекше баланың несін құрал ретінде пайдаланыңыздар, адамгершілікке жатпайды ғой деген пікір бар да. Ал енді оның үстіндегі жаңағы видеоны қарасаңыз, мүлдем басқа видео салынған. Бұл да этикаға қайшы. Егер ақпарат құралы қандай да бір қателік жіберіп қоятын болса, этика бұзатын болса, онда ол видеоны алмау керек. Ол видеоның төменгі жағына, немесе одан кейін бізде осы күні осындай видео жарық көрді, біз бұл жерде осындай этика бұздық, ол үшін кешірім сұраймыз деген сияқты бір түсініктеме беру керек, яғни жауапкершілік алу керек өздерінің несіне,
сол әрекетіне аудиториядан қаншама ерекше бала асырап отырған, қарап отырған ата-аналардан да ол кәдімгідей кешірім сұрау керек деп ойлаймын. Мен мына жерде жаңағы сізде айтқанына мен түгел келсем, жаңағы Жасұлан Базарбаевқа сюрприз жасадық деп көрсетеді. Яғни Жасұлан сол шоуға дейін әлеуметтік желіде жаңағы жасанды интеллектіні қолдана отырып қызымның сөйлеген көрсетіп берсеңіздер деп жазған өтініші әке-шешесінің рұқсатын бермейді журналистерге. Яғни жасанды интеллектімен қызды сөйлетуге рұқсат журналистер алмаған. Ол бір. Сосын қыздың кім екені, жаңағы оның жеке өмірі бұзылды. Яғни қыздың кім екені бүкіл Қазақстанға көрсетілді. Оның жаңағы аутизм спектрындағы екен тілі кешіп шығып жатқан туралы ақпарат, жеке деректер деуге болады. Соның бәрін жариялады мысалға. Оны да мысалға жариялау туралы әке-шешесінің рұқсат алмаған, сюрприз ретінде беріп отыр. Тіпті бұл жерде әке-шешесі қарсы болмаса да, эмоцияға беріліп, сосын тіпті ол журналистерге алғыс айтып жатса да, мысалы, одан кейін Жасұлан Базарбаев өз әлеуметтік желісінде бөлісіп, жаңа хабардағы журналистерге ондай қаттысын айтпауға шақырған еді. Тіпті сондай болғанның өзінде бұл жаңа сіздер айтқандай entertainment эксплуатациясы, қайғыны эксплуатациялау элементі бар. Бұл жерде айта кетейін, мен осы бүгінгі біздің подкастқа хабар агенттігінен осы оқиғаға қатысты адамды шақырғым келді. Оларға хабарластым, бірақ ешкім қатыса алмайтынын айтты. Нақты мен сөйлескен адамның атын жаңа айтпауымды сұрады ол кісі, бірақ олар жаңағы ең негізгі айтқан аргументі маған бұл видеодан ешкім зиян көрген жоқ. Егер біреу маған зияны тиді деп келсе, мен кешірім сұраймын деген аргумент айтылды. Сол кезде мен түсіндірдім, минимум зиян келетін болса да, соны журналист этика тұрғысынан ескеру керек еді деп түсіндіруге тырыстым, бірақ осындай баланс ретінде мен олардың жауабын беріп отырмын. Мен олардың жауабын қолдап қуаттамаймын, себебі бұл жерде нағыз сол жаңа гриф порның элементі бар, яғни біреудің қайғысын эксплуатациялап, сондай кликбейт жанрында мүмкін рейтинг жинау мотиві, жасырын мотиві болған сияқты деп ойлаймын. Және мысалға Жасұлан Базарбаев өзінің желісінде жасанды интеллектіні қолданып, жаңа қызымның сөйлегенін жасап берсеңіздер деген сияқты өтініші болған болса, ол өтінішті жасап беріп, Жасұланның жеке өзіне жіберуіне болар еді. Яғни ол эмоцияға берілсе, жеке өз үйінде ешкімге көрінбей эмоцияға берілуіне болар еді. Ал бұны тікелей эфирде болма, білмеймін. Осындай бағдарламада осылай көрсетіп, бүкіл Қазақстанға көрсеткені, тіпті сюрприз болғаны, ол жаңағы қайғыны эксплуатациялау элементі саналады. Бұл негізі әлемде көп болады. Жаңа сіз ақшалы өзіңіз айтқандай жағдай, ол оңтүстік Кореяда MBS деген телеарна 2020 жылы солай эксплуатациялады. Оған дейін мысалға CNN телеарнасының Санджай Гупта деген корреспонденті бар. Непалға 2015 жылы барады. Непалда үлкен жер сілкінісі болады да. Содан жаңағы жергілікті бір ауруханаға көп адамдар зардап шегіп келіп түседі. Сол кезде дәрігерлердің саны жетпей жатады. Санджай Гупта, оның медициналық біліктілігі бар, өзі дәрігер журналист. Сөйтіп жаңағы ол сол жерге барған кезде енді Санджай Гуптың өзінің айтуы бойынша жергілікті дәрігерлер бізге операция жасауға көмектесіңіз деп сұраған журналистен. Журналист соны бір қыздың басына жаңағы қан құйылып, жаңағы сөйтіп операцияға түскен, сондай ауруханаға түскен бір қызды операция жасауға Санджай Гупта тікелей араласып кетеді журналист ретінде. Соны CNN тікелей эфирде береді. Яғни бұл жерде мәселе туады да, біріншіден мақұл дәрігер екен журналист, бірақ оның қаншалықты жаңа практика тұрғысынан сондай ота жасауға оның біліктілігі бар және жетеді деген мәселе бар бірінші. Яғни баланың өмірін рискке тігіп отыр. Сосын баланың рұқсатын алмай, оны
тікелей CNN кадрына қойып көрсетеді, өте әлсіз тұрғыдан көрсетеді, ол екінші қате болды. Үшінші қате, соны тікелей эфирде береді. Егер Санджай Гуптаның шын мынандай утилитаристік деп мұғайып етпеңіз, сондай бір жақсы көмектескісі келген сондай бір позитивті ниеті болған болса, оны тікелей эфирде бермеу керек еді. Жай өзі көмектесіп отаға. Сонымен оны тіпті оған репортаж жасаудың қажеті жоқ. Яғни сенсация қылу элементі бар. Сол сияқты мына жерде де осындай әрекет бар да, медиа тұрғысынан бұны біреудің қайғысын спектакльге айналдыру әрекеті болды да. Өте қайғылы жағдай. Негізі хабар бұл шу туған кезде бірден этика тұрғысынан талдап, бірден реакция білдіру керек еді. Үндемей Инстаграмдағы жаңағы видеоны өшіріп тастағаны тіпті олардың қате шешімі болды деп ойлаймын дәл сол. Ол жауапкершіліктен босатпайды, себебі YouTube арнасында, Кешелектің YouTube арнасында ол үзік әлі тұр бағдарлама тұтастай тұр. Бағдарламадан ол бөлігін алып тастамаған. Және бұл тек хабарға ғана қатысты емес, осы хабардың сол қысқа видео үзіндісі шыққан кезде оны бірнеше сайттар өздері бөлісті. Бірінші кезекте олар былай деп жазды, кәдімгі хабар қалай берді, сол мазмұнда, сол контекстте берді. Яғни Жасұлан Базарбаев жасанды интеллект арқылы сөйлеген қызының дауысын естіп көзіне жас алды деген сияқты сол бағытта береді. Содан кейін бір күн өткеннен кейін жаңағы медиа сарапшылар тарапынан және ата-аналардың тарапынан қарсылық болғаннан кейін кейбіреулер оны өшіріп тастайды да жаңағы халықтың ашуын туғызды, ерекше бала бағып отырған ата-аналардың ашуын туғызды, немесе медиа сарапшылардың сынына ілікті деген мазмұнда жаңағы ақпарат береді. Солай ақпарат береді. Бұл жерде біздің басқа ақпарат құралдарындағы әріптестеріміздің де жауапсыздығы деп санаймын. Мен өзім жұмыс істеген Айқын газетінің сайтында, Айқын KZ сайтында көзіне жас алды деген ақпарат әлі тұр. Түркістан KZ сайтында әлі тұр. Мен осы бағдарламаға қосылар алдында бірсыпыра қарап шықтым. Ал кейбір сайттар сол видеоларды, ол ақпараттарын өшіріп тастап, оның орнына жаңағы хабардың сынға ұшырағанын жазып отыр. Былайша айтқан кезде айтады ғой, жығылып тұрып, сүрініп тұрып жығылғанға күлген деген сияқты бір сондай әріптестік, солидарность та жоқ, немесе әріптестік ескерту де жоқ. Егер шынымен оның медиаэтикаға қайшы болғанын білген болса, егер ол сайттар ескерту керек еді, немесе сол тұрғысынан жазу керек еді, әу баста ақпаратты солай беру керек деп ойладым. Ал олар әу баста сол кімнің көзіне жас алғанын, жасанды интеллект арқылы қызының тырнақшаның ішінде сөйлегені туралы ақпарат таратқан болатын. Сондықтан бұл тек хабарға ғана емес, біздің Қазақстандағы ақпарат құралдарының барлығына да қатысты мәселе, бұл үлкен проблема негізі. Және бізде медиаэтикада баланың мүддесі, баланы қорғау, ол оның ата-анасының берген келісімі, тіпті рұқсат берген күнде де ол баланың мүддесі, баланың болашағы, баланың дербес деректері ол жоғары тұру керек. Өйткені бала өскеннен кейін ол қандай таңдау жасайды, дәл осындай жағдай болғанда қандай таңдау жасар еді деген сұрақ біздің журналистердің бірінші сол сұрақ туындау керек. Өйткені баланың барлығы ата-ананың пікірімен келісе бермеуі мүмкін. Кейбір ата-аналар мысалға мұндай эфирге жеке өміріне қатысты мәліметтердің, балаларының деректері шығып кетуінің салдарын салмақтай алмауы мүмкін қарапайым азаматтар. Оны тіпті журналистер де салмақтай алмауы мүмкін. Қаншалықты реакция болады, қаншалықты бұл талқыға ұласады деген сияқты. Мысалы, кейбір жағдайларда өздеріңіз білесіздер ғой, балаларға қатысты бір сондай әзіл болса да негативті сарында ақпарат таратса, ол балаға кейін мектепте буллинг болып жатады. Естеріңізде болса, мысалы Алматыда бір танымал блогер бір кішкентай баладан көшеде жаңағы вокс-поп сұрақтар қойып, бір жаңағы сүйікті тамағы туралы сұраған кезде ол жаңағы пицца сөзін басқаша айтады, жаңағы кішкентай бала. Сол видео танымал болып желіде тарап кеткеннен кейін дәл сол баланы мектепте кейін өзінің қатарластары буллит еткен. Сен осылай айттың ғой, тілің жаңағы қисық екен деген сияқты. Яғни
бұл жерде ата ана рұқсат бергеннің өзінде баланың кейінгі өміріне, мектептегі өміріне бұл кері әсер етуі мүмкін. Оны мысалға алдын ала ешкім болжап салмақтай алмайды. Хабар агенттігі де болжай алмайды ол жерде. Сондықтан дәл осындай қауіп бар деген кезде журналистер этикалық тұрғыдан мұны бермеу керек деп шешу керек еді да, мысалға. Жалпы бұл Қазақстанда ол ата анаға ескерту керек, сондай ата аналар болған күннің өзінде. Иә, бұл жерде жаңағы бизнес тұрғыдан, көбірек рейтинг жинау тұрғысынан, осындай энтертеймент эксплуатациялау тұрғысынан көбірек соған басымдық беріліп кетті деп ойлаймын хабарда. Этика тұрғысынан негізі үлкен салмақтайтын жаңағы аргумент айтылмаған сияқты. Содан кейін бұл эфирге де шықты, эфирден кейін бұны желіге де таратты. Тіпті осынша реакция болса да, оған бірден фидбек бермегені осыны көрсететін шығар. Жаңа жолда сіз айтып кеттіңіз ғой, ешкімге зиян келмеді деп айтты деп хабардың өкілі. Меніңше ерекше баласы бар ата-аналардың барлығына зиян келген сияқты, өйткені ешбір адам өзінің осал тұсын бүкіл жалпақ жұртқа жария еткісі келмейді. Ондай осал жағдай әркімнің басында бар, әркімнің жағдайы әртүрлі деген сияқты. Бұл жерде меніңше онсыз да тағы да қайталап айтам, онсыз да инклюзивті қоғам құра алмай әреңдеп жүрген кезде, онсыз да ерекше балаларды, итак ерекше деп олар бөлек, біз бөлек деген принципте жүрген қоғамда одан ары қарай бізді мына топқа, қалғандарын мына топқа бөле жарудың жаңа тағы бір нұсқасы сияқты. Негізі жан-жақтан үшеуміз де осы бағытта ойымыз бір жерден шыққандықтан көп талқыладық деп ойлаймын. Сіздер рұқсат берсеңіздер, мен осы жерде бір ғана біздің бүгінгі тақырыпқа қатысы жоқ бір ақпарат айта кетейінші, жолдасы, ренжімесеңіздер, Халима. Айтыңыз. Осы туралы айтқым да келіп жүрген. Дәл осылай балалары сөйлемейтін, аутизм диагнозы қойылған балаларға қатысты қазір бүкіл әлемде, әсіресе ағылшын тілінде ақпарат өте көп. Бұған дейін ондай балалардың жаңа интеллектуалды мүмкіндігі шектеулі, олар біздің айтқанымызды түсінбейді деген пікір кең қанат жайып келді. Соңғы кезде, әсіресе Америкада қазір көп ақпарат және мүмкіндіктер тарап жатыр. Ол балалардың интеллектіне ешқандай да нұқсан келмеген, олар барлығын түсінеді, олардың сөйлей алмауы, олардың миындағы жаңағы сигналдар денесін басқаруға мүмкіндік бермейді. Яғни мен мысалға дәл қазір алып мен көзілдірігімді шешетін болсам, мен бірінші миымда сондай ой пайда болады. Мен көзілдірігімді қолыма сондай бұйрық берем, қолым барып көзілдірікті шешу керек деген сияқты. Сөйлегенде де мен А әрпін айту үшін маған миым сигнал береді. Жаңағы сөйлей алмайтын аутист балаларда осы сигнал беру жолы бұзылған. Яғни олар барлығын түсініп тұрады, бір нәрсе айтқысы келеді, сөйлегісі келеді, бірақ денесі олардың айтқанына бағынбайды. Еріндері, тілдері, бұлшық еттері, қолдары, аяқтары жаңағы. Сол бір үлкен қазір жаңалық, қазір сол бағытта көп зерттеулер жүріп жатыр. Және осы біздің подкасттың шығарылымының, бұны неге айтып отырған себебім, мүмкін бізді сондай ерекше балалардың ата-аналар көріп қалатын шығар. Соларға сәл де болса сондай ата-ана ретінде бір ақпарат берейін деп отырмын да. Осы жерге сілтеме қойып қоям. Оларға жаңағы тақтайдағы әріптерге қолдарын әріптерді көрсету арқылы коммуникация өте жақсы дамып келе жатыр. Ондай балалар қазір эссе жазады, өлең шығарады, кітап жазып жатқанда балалар бар. Сөйлей алмайтын балалар, оларға жаңа саусақпен әріпті көрсету оңайырақ та сөйлеуден гөрі. Сөйтіп оларға үйретеді. Мен сол туралы деректі фильмнің сілтемесін қойып қояйын, ағылшын тілінде, бірақ ағылшын тілін түсінетін ата-аналар болса, немесе бір аудармамен қарап шығыңыздар. Бүгінгі тақырыпқа көп қатысы жоқ, бірақ осы жағдайды пайдаланып, осы жерге осы сілтемені қойып қойғым келіп отыр. Егер сондай балаңыз болса, Қазақстанда бұл туралы көп әлі ешкім білмеуі мүмкін. Spelling to communicate деп аталады бұл метод. Сол метод туралы зерттеп біліңіздер, және балаларыңызбен сөйлесуге үлкен мүмкіндік ашылады. Өзімнің бұл туралы білгеніме тек бір жыл ғана болды. Қазір баламды сол мұғалімге апарып жүрмін. Қазір менің ештеңе айтпайтын балам бүкіл нәрсенің барлығын керемет жақсы білімді бала екеніне көзім жетті. Яғни бүкіл биологиядан, математикадан, географиядан хабары бар. Тек біз оны тілін таба алмай жүр екенбіз. Сондықтан сіздер де сондай жағдайда отырсаңыздар, осы жаңағы ақпаратқа назар аударыңыздар деп айтқым келеді. Тағы да кешірім өтінемін. Халима, алып қосарыңыз бар ма? Менің алып қосарым мынау, бізде науқаншылдық басым ғой, біздің елде өкінішке қарай. Мысалы, жасанды интеллект құралдарын жұмыс процесіне енгізу туралы тапсырма берілгендіктен де осыны жасап отырсыздар ма деген бір комментарийді оқып қалдым. Осы
YouTube каналдың төменгі жағындағы бір комментарий бар. Сол кезде мені ойыма сарт ете қалды. Бұл бір науқаншылдыққа айналып кеткен жоқ па деген. Иә, бізде жасанды интеллект құралдарын журналистикада орынды қолдану керек. Бір орынсыз, бұл нағыз орынсыз қолданылған жағдай болды. Мысалы, жасанды интеллект құралын көрінген жерге тықпалаудың қажеті жоқ біздің журналистикада. Өкінішке қарай бізде қазір мен кеше жолдаспен осы мәселені шет жағасын талқылаған болатынмын. Бізде мынау танымал тұлғалар, алаш қайраткерлері болсын, тарихи тұлғалар өмірден өтіп кеткен. Соларды сөйлету, соларды жаңағы жасанды интеллект арқылы видео контент жасау қолға алынып жатыр, мысалы, көріп жүрміз. Егер бұл біздің ақпарат құралдарына келетін болса, бұл мәселе қалай талқыланар еді? Мен осы жерде сұрақты жолдастың өзіне қойғым келіп отыр. Өйткені осындай контент жасауға талпыныс жасап жатқан редакциялар бар. Негізі жасанды интеллектіні қолдануға өте мұқият қарау керек деп ойлаймын редакциялар. Мысалға, қазір бұл бүкіл жаңа авангард медиа ресурстарда бұған қатысты жаңа этикалық стандарттар енді қалыптасып жатыр, және жасанды интеллект өте жылдам дамып жатқаннан кейін оны игеру, оны дұрыс бағытта жаңағы қолдануға редакциялар үлгермей жатыр. Сосын жаңағы видео ретінде, видео генерация ретінде жасанды интеллекттің құрал ретінде пайдалануға қатысты өте мұқият болу керек. Жаңа Халима айтып кеткендей, мынау бұрын өтіп кеткен кісілерді сөйлету, ол жерде өте мұқият болу керек. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, осы конституциялық реформа жүрген кезде, осы биыл ақпан, наурыз айларында, қателеспесем, әлеуметтік желілерде осы конституцияға қолдап дауыс беріңіздер деген сарында жасанды интеллект көмегімен дайындалған Әлихан Бөкейхановтың, жалпы алаш зиялыларының видеолары тарады. Яғни, олар 100 жыл бұрын өмір сүріп кеткен алаш зиялылар, олардың қазіргі конституциялық реформаға қатысты көзқарасын білмейміз, мысалға. Әрине, оның генерациясы жасанды интеллект екені көрініп тұр, жасанды интеллектімен жасалғаны. Яғни, олардың да өмірден өтіп кеткенін бәріміз білеміз, бірақ бәрібір ол андай false sense дейді ғой, адамда қате көзқарас қалыптастырады. Егер алаш зиялылар тірі болса, осы конституцияны қолдайтын еді деген сияқты андай жалған ақпаратты жаңағы қоғам санасына сіңірудің әрекеті ғой. Сондай нәрселерге мұқият болу керек. Ол журналистика емес, ол пропаганда ғой, жолдас. Журналистика емес, манипуляция, пропаганда, соны түсіндіру керек бізге, біздің әріптестерімізге. Мен бұл мәселені неге көтеріп отырмын? Өйткені былтыр әлеуметтік желілерде, мысалыға, Робин Уильямстың әлеуметтік желіде генерацияланған видеосы тарады. Ол қайтыс болған адам ғой, мысалы, Мартин Лютер Кингтің де видеолары тарады. Оған, мысалыға, олардың қыздары қарсы шықты, екеуінің де қызы. Мысалыға, мұндай видеоны шығару құрметсіздік деп бағалады. Және, мысалы, Мартин Лютер Кингтің қызы, ол әкесінің бейнесі мен дауысын жалпы рұқсатсыз пайдалануға, тіпті рұқсатсыз пайдалануға қарсы болды, мысалыға. Өйткені, тіпті осындай бір мысал бар, жаңа CNN-де бір кейс болған, сіздер білесіздер ма? Флорида штатында 2018 жылы мектепте атыс болып 17 бала мысалы көз жұмды ғой сол кезде. Сол кезде көз жұмғандардың ішінде бір баланың ата-анасы баланың жасанды интеллект арқылы сол баламен сөйлесіп жүрген, және сол баланы пайдаланып осындай қарулы қақтығыстарға, мектептегі қару пайдалануға, сондай науқанға пайдаланған баланың өздерінің баласы ғой, өз баласының видеосын жасанды интеллект арқылы жасалған сондай қайғылы жағдайға әкелетін оқиғаға қарсы науқанға пайдаланды, және олар сондай науқанды жаңағы қарсылық білдіретін бір ұйым құрған, сол ұйымның парақшасында, сайтында сол баланың несін пайдаланған. Бұл да қоғам тарапынан сынға ұшырады, бірақ әке шешесі бұл біздің өзіміздің таңдауымыз дейді. Тіпті олар
бұл 2018 жылы қайтыс болған бала, бірақ 24-25 жылдары осы соңғы кейінгі бір 2 жылда қоғамның сынына ұшырап жатыр да, мысалға. Және 2020 жылы сол президенттік сайлауға дауыс беру басталатын кезде де, оларда енді ертерек басталады ғой, мысалы әрбір штаттарда дауыс беру. Сол кезде де сол баланың видеосын пайдаланған екен, мысалы басқа мәтін салып. Енді ол бала қайтыс болып өткен, ол ондай пікір айта алмайды ғой, бірақ соның видеосын пайдаланғанда сол кезде бұл шуға ұласқан, бірақ соны өздерінің ата-анасы істеп отыр. Енді ол бала ешқандай бір аутизм спектрі бар бала емес, жай ғана мен бұл жерде жасанды интеллект құралдарын пайдалануға қатысты айтып отырмын да. Бұл да манипуляция, бұл да пропаганда, ол бәрібір мен әке-шешесімін деген күннің өзінде бұл бір этикаға қайшы дүние. Бұны жаңағы ақпарат құралдары сынады, Вашингтон Пост сынағы жазды, мысалы сол сынағандардың туралы материал берді, бірақ осындай оқиғалар бар. Жалпы бұған көзқарастарыңыз қандай? Бұл талқылау болсын деп ұсынып отырмыз сіздерге. Жи құралдарына қатысты. Сіз айтқан кейсті мен оқығанмын, ол жерде жаңағы қайтыс болып кеткен жаңағы мектептегі болған атыстан өмірден кеткен баланы сөйлетіп, сол мектептегі атыстарға қатысты кампанияға қолданды ғой. Жалпы бұл да жаңағыдай хабардың кейсіне қатысты айтқанымыздай мәселе. Яғни оның ары қарай салдары қалай өрбитінін ешкім болжай алмайды. Сондықтан жалпы осылай өмірден өткен адамдарды сөйлету, жасанды интеллектін қолдану кезінде біз мұқият болуымыз керек. Егер адамдар өздері соны қайғысын басу үшін бір жеке мақсатта қолданғысы келсе, ол өз еріктері. Бірақ соны танымал медиа ресурстар эксплуатациялап, қайғыны эксплуатациялап, гриф форумға айналдырып жібермеу керек. Ол қарапайым жай ғана бір ешкімге зиян тимейді деген образда көрінуі мүмкін басында, ол жалған иллюзия деп ойлаймын. Редакция салқын қандылықпен барлық жағын салмақтап алу керек алдымен. Сондай бір шешімдерге барма мәселесі тұрған кезде. Кешірек редакциясы біздің осы подкасттың шығарылымын тыңдайды деген үміттеміз. Егер сіздердің пікірлеріңіз басқаша болса, немесе алып қосарларыңыз болса, осы шығарылымның астына қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, басқа достарыңызбен бөлісіңіздер, сөйтіп сіздер қазақ журналистикасының қызмет етіп жатқан шағын подкастымызды ары қарай өсіруге көмектесесіздер. Халима, бүгін келгеніңізге көп рахмет. Сіз сияқты маманды көріп, сізбен сөйлескенімізге қуаныштымыз. Алдағы уақытта әлі де талай келесіз деген үміттеміз. Рахмет шақырғандарыңызға. Мен бұл жерде бір нәрсе ғана айтқым келеді. Хабардағы әріптестеріміз бізді жау көрмеу керек, бізге ренжімеу керек. Бұл қалыптасқан халықаралық журналистердің халықаралық стандарты, редакция стандарты, этика мәселесі журналистика институтының беделін көтеру үшін өте маңызды рөл атқарады. Пропагандадан, манипуляциядан аулақ болу, пропагандасыз да, манипуляциясыз да, жаңағы эмоцияға берілетін контентсіз де жақсы ақпарат таратуға болады, қоғаммен байланыс түзуге болады. Хабар агенттігіне дәл осы кейске қатысты реакция берсе екен, фидбэк берсе екен, жалпы ашықтық танытса екен деген үміт бар. Рахмет онда. Уақыттарыңызға. Сау болыңыздар. Келесі жолы кездескенше. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.